Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі әмияндар жасайтын боламыз. Ендеше достар, мен қара түсін таңдап алдым, енді оны ортасынан бүктеп аламын. Міне осындай түзу болып бүктелу керек. Енді мен бір қабатын алып, осылай бүктеп аламын. Келесі шетінде сөйтіп бүктейміз. Енді мынау ашық тұрған қабатын келесі қабатына бүктейміз. Сосын былай етіп аударамыз. Бұрыштарын бір клеткадай қылдырып бүктеп шығамыз. Келесі шетінде солай. Ендігі кезекте бізге клей қажет болады. Клейді біз бүктеген шеттердің үстіне жабыстырамыз, жағамыз. Енді бізде осындай таяқша секілді бір мата дайын болып шығады. Енді бұны ортасынан бүктейміз. Мінекей қараңыздар, бізде мынандай қалташалар және де ақша салатын шет шықты. Достар, мен осындай әдемі әмияндарды жасап біттім. Ішіне осындай оңай немесе Каспи карточкаларыңызды салып қойсаңыздар болады. Ең тиімдісі мына жерге ақша салуға болады. Және де қалталарыңызға сыйып кетеді. Өзі кіп-кішкентай, сіздерге жасауға және де өздеріңізбен бірге алып жүруге кеңес беремін. Маған өте қатты ұнады. Және де маған тіркеліп лайк басып, астына пікір қалдырып кетіңіздер.